Сәлем баршаңызға. Қанның қоюлануы қандай дерттен дерек береді? Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануының белгілері: көру және есту қабілетінің нашарлауы, қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы: жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Аяқ-қолдардың шаншуы: әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан пайда болады. Осы кезде тері де көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы: миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану, алаңдаушылық сезімінің туындауы: жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы: қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Баяу қан кету: қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауруы: қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емделу жолдары: қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография, эхокардиография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарымызда да мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпалын тигізеді. Оның орнына майлы балық, балық және зығыр майы, балғын көкөністер мен жеміс-жидектерді үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Құрметті көрермендер, қазақ тілді арнаны қолдап, арнама тіркеліп кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы әрі қызықты ақпараттар мен деректер ұсынатын боламын.